Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2-ші сынып математика пәні 127-ші сабақ логикалық есептер, басқатырғыштар тақырыбы. Бірінші тапсырма. Сиқырлы шаршыларды толтыр. Ең алдымен үлгіге қараймыз. Үлгіде шаршылар берілген. 7 қосу 6 қосу 11, 24. Демек, шаршының ішіндегі сандарды көлденеңінен есептегенде 24-ке тең. Келесі 7 қосу 12 қосу 5. Бұл да 24-ке тең. Демек, тігінен есептегенде ол да 24-ке тең. Үшінші 5 қосу 8 қосу 11. Ол да 24-ке тең. Бұл қиғашынан 5, 8, 11. Бұл да 24-ке тең. Келесі шаршыларды да дәл осы заңдылықпен толтырамыз. Бірінші шаршыда 12, 22, 8 сандары берілген. Барлығын қосқанда 42 болады. Демек, көлденеңінен, тігінен, қиғашынан есептегенде барлығының қосындысы 42 болуы қажет. Келесі 6 мен 22 сандары белгілі. Екеуін қоссақ 28 болады. Ал мұнда 42 шығу үшін оған тағы 14-ті қосамыз. Енді мұнда 8 бен 14 белгілі. Екеуін қосқанда 22 болады. Ал 42 шығу үшін мұнда 20 санын қоямыз. Енді қалған бос орындарды толтырамыз. 20-ға 6-ны қосқанда 26. Ал барлығы 42 шығу үшін мұнда 16 санын қосамыз. Мұнда 20, мұнда 12, 42 шығу үшін тағы 10 санын қосамыз. Ал мұнда 10 және 14 сандары берілген. Екеуін қосқанда 24, мұнда 42 шығу үшін тағы 18 санын қосамыз. Екінші кестеде 16, 2 және 12 сандары берілген. Осыларды қосқанда 30 болады. Енді көлденеңінен анықтаймыз. 8-ге 16-ны қосқанда 24, оған 30 шығу үшін 6 санын қосамыз. Мұнда 6 деп жазамыз. Келесі қиғашынан есептейміз. Мұнда 8 бен 12 белгілі. 8-ге 12-ні қосқанда 20 болады. 30 шығу үшін мұнда 10 санын жазамыз. Келесі мұнда 10 және 2 саны белгілі. Екеуін қосқанда 12 болады. Ал 30 шығу үшін мұнда 18 санын жазамыз. Келесі 6-ға 10-ды қосқанда 16 болады. 30 шығу үшін мұнда 14 санын жазамыз. Ал мұнда 14 және 12 сандары берілген. Екеуін қосамыз 26 болады. Ал 30 шығу үшін мұнда 4 санын жазамыз. Екінші тапсырма. Тік төртбұрышты әр бөлігінде белгіленген бір нүктесі бар өзара тең 6 бөлікке бөл. Суретте бізге тік төртбұрыш берілген және 6 нүкте берілген. Оларды өзара тең 6 бөлікке бөлеміз. Ең алдымен торкөздердің санын анықтап аламыз. Қатар бойынша 6 торкөз бар, ал баған бойынша 5 торкөз бар. Сонда 6-ға 5-ті көбейткенде барлығы 30 торкөз болады. Ал 30 торкөзді 6-ға бөлетін болсақ, 5 торкөзден болады. Демек, әр бөлікте 5 торкөзден және бір нүктеден болуы қажет. Сонда осылай. Бұл бірінші бөлік, ал мынау екінші бөлік болады. Мынау үшінші бөлік. Мынау төртінші бөлік. Аралық 5-ші бөлік болады. Мынау ең соңғы 6-шы бөлік. Сонда бізде осындай әр бөлігінде бір нүктесі бар 6 бөлік пайда болады.
Үшінші тапсырма. Суретке қара. Жасыл, сары, көк және қызыл дөңгелектердегі ұпай санын анықта. Бірінші, 1000 шығу үшін екі жасылды және сарыны анықтаймыз. Сонда бір жасыл 400 болса, екінші жасыл ол да 400 болады. Екеуін қосқанда 800, 1000 шығу үшін сарыны 200 деп жазамыз. Сонда үшеуін қосқанда 1000 болады. Енді бір сары 200 болса, мына сары да 200 болады. Мұнда 500 шығу үшін 400-ге 100-ді қосамыз. Сонда 500 болады. Мұнда 0 деген санды жазамыз. Сонда барлығының арасына қосу деп жазуға болады. Мұнда тең. Мұнда қосу тең болады. Мұнда қосу, мұнда 0 деген сан болады, тең 300 болады. Келесі қою көкті анықтаймыз. Екі сарыны қосқанда 400, 700 шығу үшін мұнда 300 санын жазамыз. Сонда 300 болады, тең 700. Қою көк 300 болса, мына қою көк те 300-ге тең. Екеуін қосқанда 600 болады. Ал мұнда жасыл 400, қосу қою көк 300, тең 700 болады. Төртінші тапсырма. Бос торкөздерді толтыр. Мұнда тік төртбұрыштар берілген, олардың қосындысы 15-ге тең. Қандай 3 санды қосқанда 15 саны шығады. Ол 5 саны болады. 5 қосу 5, қосу 5. Үшеуін қосқанда 15 болады. Сонда тік төртбұрыштарда 5 деген сан бар. Мұнда да 5 болады, мұнда да 5 саны болады. Енді үш бұрыштарды анықтаймыз. Оны анықтау үшін 17-ден 5-ті азайтамыз. 17 азайту 5 тең 12 болады. Екі үш бұрыштың қосындысы 12 саны болады. 12-ні 2-ге бөлгенде әр үш бұрышта 6 саннан болады. Сонда мына үш бұрышта 6-ға тең. Енді дөңгелекті анықтаймыз. 6-ға 6-ны қосқанда 12 болады. 16-дан 12-ні азайтқанда 4 болады. Ал сұрақ белгінің орнындағы санды анықтау үшін мына үшеуін қосамыз. 5-ке 5-ті қосқанда 10 болады. 10-ға 4-ті қосқанда 14 саны болады. Келесі кестеге қараймыз. 34-тен қандайда бір санды азайтқанда 26 саны шығуы керек. Оны анықтау үшін 34-тен 26-ны азайтамыз. Сонда 8 болады. Мұнда 8. Енді 34-тен қандай санды азайтқанда 14 шығады. Оны анықтау үшін 34-тен 14-ті азайтамыз. Тең 20 болады. Мұнда 20 санын жазамыз. Енді 20-ға 5-ті қосамыз. 25 болады. 26-дан 25-ті азайтқанда 1 болады. 8-ге 5-ті қосқанда 13 болады. 14-тен 13-ті азайтқанда 1 болады. 5-ші тапсырма. Есепті шығар. Сыйымдылығы 3 литрлік банкаға шырын құйылған және сыйымдылықтары 1 литр және 2 литр болатын 2 бос банка бар. Барлық 3 банкада 1 литрден болу үшін шырынды қалай құйып алуға болады? Бірінші, 3 литрлік банкіде шырын толып тұр. 3 литрлік банкіден 2 литрлік банкіге толтырып шырын құямыз. Сонда 3 литрлік банкіде 1 литр шырын қалады. Енді 2 литрлік банкіде шырын толып тұр. Осыдан 1 литрлік банкіге шырынды құямыз. Сонда 2 литрлік банкіде 1 литр шырын қалады. Сонда 2 литрден 1 литр банкіге құйғанда 1 литр банкада 1 литр шырын болады. Осылай барлық банкіге 1 литрден шырын құюға болады екен. 4-ші тапсырма. Қорапта 24 килограмм шеге бар.
Кіртастарды пайдаланбай табақшалы таразының көмегімен 9 килограмм шегені қалай өлшеп алуға болады? Балалар, ең алдымен 24 килограмм шегені теңдей 2 бөлікке бөлеміз. 24 килограмм бөлу 2 тең 12 килограмм болады. Енді осы 12 килограммды тағы да теңдей 2 бөлікке бөлеміз. 12 килограмм бөлу 2 тең 6 килограмм болады. Сонда таразының екі жағында да 6 килограммнан болады. Бұл 6 килограммның бір табақшасын алып қоямыз. Ал екінші табақшадағы 6 килограммды тағы да 2 бөлікке бөлеміз. Сонда 3 килограммнан болады. Міне 3 килограмм. Жаңа 6 килограммды бөліп алдық. Енді мына 3 килограммды да бөліп аламыз. Енді осы екеуін бір-біріне қосамыз. 6 килограмм қосу 3 килограмм тең 9 килограмм болады. Осылай 9 килограмм шегені өлшеп алуға болады екен. 7-ші тапсырма. Есепті шығар. Кіртассыз табақшалы таразы мен сыртқы пішіндері бірдей 9 монета бар. Монеталардың біреуі жалған және басқаларынан жеңіл не ауыр екені белгісіз. Шын монеталардың массалары бірдей. Жалған монетаны анықтау үшін неше рет өлшеу қажет? Ең алдымен таразының екі жағына 4 монетадан қойып, бір монетаны қалдырамыз. Сол кезде егер таразының екі жағы тең болса, онда мына қалған бір монета ол жалған монета болады. Егер таразы тең түспесе, онда бір монетаны 8 монетамен 8 рет өлшеп алу қажет. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.